Балақай, кел ертегі тыңдайық. Бүгінгі тыңдайтын ертегі аңдардың айтысы. Баяғыда бір орманда әртүрлі жануарлар өмір сүріпті. Бір күні олар жиналып, кімнің ең мықты екенін анықтамақ болады. Алдымен аю: "Мен ең мықтымын, орманда менен күшті жануар жоқ", деп ақырды. Қасқыр жауап берді: "Сен күшті шығарсың, бірақ мен сенен жылдамырақпын. Мен ешқашан аш қалмаймын". Түлкі жымиып: "Күш пен жылдамдық маңызды емес, ең бастысы ақыл. Мен сендердің бәріңнен айлакермін", дейді. Қоян секіріп: "Ақыл, күш, жылдамдық бәрі керек, бірақ мен сендерден сақпын. Қауіпті сезіп, тез қашып кетемін". Осылайша әр аң өз артықшылығын айтып мақтана бастайды. Бірақ сол кезде дана тасбақа баяу жылжып келіп: "Бәріңнің бойларыңда ерекше қасиеттер бар, бірақ ең маңыздысы татулық. Егер бірлік болмаса, ешкім мықты бола алмайды", дейді. Аңдар ойланып, тасбақаның сөзін дұрыс деп тауып, достықта өмір сүре беріпті. Ғибраты: әркімнің өз ерекшелігі бар, бірақ ең бастысы бірлік пен татулық.